Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын мейіз қосылған кекс дайындайтын боламыз. Жұмыртқаға қант ұнтағын қосып араластырып аламыз. Қосатын қоспаларды төменге жазып қалдыратын боламын. Тұз қосамыз. Үй температурасындағы сары майымызды қосып араластырамыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып араластыратын боламыз. Сүтімізді қосамыз. Мейізге бір қасықтай ұнымызды салып араластырып аламыз. Мейізімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Кез келген формамызға салып, духовкада 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Шпажканың көмегімен піскенін тексеріп алатын боламыз. Беткі бөлігіне әдемілік үшін қант ұнтағын себуге де болады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын.